бала кімге жақын болады, кімге махаббаты артық болады. Жылаған кезде оған барып, көңіл күйін аулап, тамағын беріп, жүргегін ауыстырған тағысын тағыма, немесе жыламаған кезде, бала жыламаған кезде, жақсы кезінде оған барып, ойнап, оның көңіл күйіне назар аударып, о баланы назарға алып, о баланың бар екенін білдірген адамға жақын болады ма? Мен бұл сұрақты қойған болатынмын стористе, көбісі былай жауап берген: жылаған кезде жүгіріп барып тамағын берген, жүргегін ауыстырған адамға жақын болады, махаббаты артық болады деп. Негізінде ол дұрыс емес жауап. Өйткені жылаған кезде бала шақырады ғой анасын, шақырады бала. Ал екінші случайда ол шақырмаса да, ешқандай шақырту бермесе де, адам өз еркімен, өзінің бар ықыласымен, махаббатымен келіп, көңілін аулаған адамға жақын болады. Өйткені тек қана шақырту бойынша келген адам, тек бала шақырды, қажеттіліктерін өтеді, одан кейін ол адам кетіп қалды. Сондықтан бұл жерде маңыздылығы тек бала жылаған кезде, баланың мазасы кеткен кезде қасына бару емес, бала жыламаған кезде де, жақсы болған кезде де оған бар ілтипатты, махаббатты білдіру. Сондықтан, құрметті аналар, енді мынандай мысал бар ғой, күні бойы анасы баласын бағады, кеште жұмыстан келгенде бала папасына қарай жүгіріп жатады. Онда енді видеолар көп қой, сонда ойбай, ұмытып кетті, сатып кетті деп айтып жатамыз ғой. Бірақ ол көбінде бұл жағдайда әкесі деге ешқандай шақыртусақ балаға көңіл бөлгендіктен бала сол кеште келгенде әкесін күтіп отырады, әкесіне қарай жүгіріп отырады. Лайфхак осы жерде. Сондықтан тек қана жылаған кезде, сұраған кезде, шақырған кезде емес, шақырмаған кезде де балаға көп жақындау маңыздылығы осы.